Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Мінеке, құрметті жақсылар, Рамазанның соңғы күнінде көптен жоспарлаған бір ісімізді бастайын деп жатырмыз. Аллах тағала баршамыздан қабыл етсін. Мұқтаждары бұйырған адамдарға жемісін жеуді нәсіп етсін. Көшетіміз үлкен болып өсіп, түбі саялы көлеңке, жемісі барша жеген адамдарға нәр болсын, мұқтаждарға тағам болсын. Мінеке көшет. Мінеке біз бастап жатырмыз. Қол қуатты болсын, мұқа. Қалай жердің жағдайы? Жер жақсы екен. Мінеке мынау жас отау. Неге сарай. Мынау Есентай өзені. Осы өзеннің жағасына егіп жатырмыз. Көшеттің шұңқырын қазып қойдық. Мұқан көшеттерді көтеріп келе жатыр. Екеуі де алмамандағын? Золотой превосход. Қиямет күні кеп қалды дегенде қолдарында көшет болса егіп қалыңдар дейді. Егер осындай көшет ексеңіздер, халық бұның пайдасын көрсе, әр жеген жеміс үшін сауап қой, көлеңкес үшін сауап, жерге түскен дән, жәндіктер жейді, ол да сауап. Бұл енді көзге көрініп есептеп тұрғаны ғой, қалған сауаптар. Ниетке байланысты, ықыласқа байланысты сауаптар арта береді. Бұл енді бізде алма ағашы, золотой превосход дейді. Мінеке соңғы көшет, иншалла. Мінеке жақсылар. Мынандай күлеге итпейімізден сылтасы жүрміз. Жаңағы еккен. Бисмилля. Бір шелегіміз бар. Сонымен сылтасы өзіміз. Мінеке қорда шелекке ақша қарастырылмаған екен де, сонымен салапонмен сылтасы жүрміз. Әрқайсында бір шелек су. Мынау қойып та дема алмайды екенсің да. Ұстап тұрып дема аласың. Бір шелек. Сауап үшін не істемеймін десеңші. Аллах тағала қабыл етсін. Қалай болады көшетке. Лайфхак қой, бұл лайфхак. Қолдасы шелек жоқ кезде салапонмен сылтасың. Кәдімгідей бір шелек су толдандағы, бір шелектен асып жүр. Жарым шелек кетті ғой. Құрметті жақсылар, мынау бізде қара өрік, бір, мынау алма, екі, мына жақта. Алма, мынау да алма, мынау да алма. Әйті осылардың біреу қара өрік, қалғанның бәрі алмайды. Алмалар. Ал, мына жақта мінеке. Бір түп шиеміз бар. Бір түп шие.
жақта бір ерекше бір жемісіміз бар. Мынау қараөрік қой деймін шамасы. Иә, қараөрік. Мінекей. Міне 10-шы көшетіміз. Мінекей. Бұл алмұрт. Міне. Әлхамдулилля, Аллаға шүкір. Аллах тағала мақтау-мадақтар болсын. Көптен ниет еткен шарамызды жүзеге асырып біттік. Дұға етіп қойыңыздар, көшеттеріміз тезірек тамыр алып өсіп кетсін. Сіздер де осындай іс-шараны жүзеге асырсаңыздар болады. Бүгін Рамазанның соңғы күні. Бұл видеоны сіздерге көрсетіп атқан себебіміз жария садақа болсын деп жатырмыз. Егер де сіздер де осындай іске қол ұшын берем десеңіздер, мен жария садақа деген қор ашуды ниеттеніп жатырмын. Сондықтан ниеттеріңізді білдірсеңіздер болады. Аллах тағала баршамыздан қабыл етсін. Сауап іске мұрындық болатын, сауап іске қолғабыс ететін, титтайда болсын, жоқ дегенде дұғасын жасап жүретін бауырлардан болайық. Жалпы адамзаттың пайдасына, халқымыздың, еліміздің, жұртымыздың пайдасына әрекет ететін азаматтардан болайық. Аллах тағала баршаңызға, бастарыңыз амандық, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға берекесін берсін. Істеген тірліктеріңізге табыс пен берекесін молынан берсін, ағайын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.